Қанды қол. Кішкентай шалғайдағы шағын ауыл. Кәмелеттік жасқа толмаған. Қызды алып қашуға көмектесті деп, сол ауылдың Мартбек есімді жігіті 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Арада 6 жыл өтті. Әлгі бәленшенің ұлы түрмеден шығыпты дейді ғой. Қаны бұзылған сірә, біртүрлі өзгеріп кетіпті, деп ел шуласып жүрді. Мартбек түрмеге түскенде қарындасы Шолпан тұлымы желпілдеген кішкентай қыз еді. Қазір Шолпан қыпша белі тал шыбықтай бұралған ой жеткен сұлу қыз. Мартбек түрмеден келе сала қарындасы Шолпанға ғашық болды. Бір мезетте пайда болған ерекше сезім Мартбектің бар еркінен айырып, басқа бір әлемге алып бара жатқандай. Сол күннен бері жан дүниесін билеп алған белгісіз сезімнің бодауында қала берді.